Сәлеметсіздер ме құрметті 10 сыныптың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз дүниежүзі тарих пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Бізде төртінші тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар. Бізде бөлім мәдениеттің дамуы бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Тақырып: адамзаттың тарихи мәдени мұрасын сақтап қалудағы ЮНЕСКО-ның қызметі. Тарихи процестер контекстегі өнердің бағыттары мен стильдері. Тарихи оқиғалар контекстегі құндылықтардың өзгеруі. Жаһандану жағдайындағы рухани адамгершілік құндылықтардың өзгеру мәселесі. Олай болса, тапсырмамызды орындайық. ЮНЕСКО-ның тарихи мәдени мұраға қатысты қызметінің маңыздылығын жазыңыз деп бізге берілген. ЮНЕСКО бұл тарихи мәдени мұраны қорғау және сақтау мақсатында әлемдік мәдени ескерткіштерді қамтитын арнайы бағдарламалар жүргізіп, бүкіл әлемдік мұрат тізімін жасайды. Сонымен қатар, ұйым археологиялық зерттеулерді қолдап, тарихи мұраны сақтау жөнінде ғылыми еңбектерді қаржыландырып, қоғам арасында оны бағалауға бағытталған білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады. Бұдан бөлек, ЮНЕСКО мәдени әртүрлілікті қолдау арқылы әр халықтың ұлттық ерекшеліктерін сақтауға және жаһандану жағдайына мәдени мұраны жоғалтпауға ықпал етеді. Келесі бізде екінші тапсырма: төменде кестеде көрсетілген өнер бағыттары мен олардың мағынасын сәйкестендіріңіз деп бізге берілген екен. Олай болса, сәйкестендіре кетейік. Бізде ең бірінші, яғни бірінші атауы бұл бізде кубизм. Бұл жерге бізде В варианты сәйкес келеді. Бізде суретте ерекшеленген шартты геометриялы фигураларды қолдану арқылы стереометриялы қарапайымдылыққа бөлуді көрсету. Оның суреттерінде басқа бейнелеу ағымдарындағыдай ашық түсті, қанық бояу қолданылмайды. Солғын қоңырқай, көк жасыл түстер қолданылады. Келесі бізде сюрреализм. Бұл бізде модернистік өнердің бір бағыты. Оның негізін салушылардың бірі француздардың ірі ақыны. Бұл бізде Аполлинер. Ол поэзия мен театрдың буржуазиялық тіршіліктен жоғары тұрғанын қалады. Келесі бізде абстракционизм. Бұл бізде қазіргі заман өнеріндегі қоршаған ортаны бейнелеуге нақты қатарды ескермейтін ағым. Бұл өнер шындықты тікелей көрсетпейтіндіктен оны кейде затсыздандырылған деп айтады. Ол үшін бейнеленетін нәрселердің көркемдік бітімдер, кеңістіктегі формалары, аумағы, бояу тағы да басқа маңызды емес бірінші орынға суреткер тұлғаның субъектілік көңіл күйі шығады. Келесі бізде модернизм. Модернизм деп отырғанымыз бұл өнер өкілдерінің умористің социалдық утопиясына сүйенген бельгиялық археологиялық әрі дизайнер Хк ван де Вельде пікіріне қарағанда, ол қоғам құруға ықпал жасарлық жаңа өмір стилі, адам баласына эстетикалық ләззат алар орта мен тұрмыс жағдайын туғызу байырғы дәстүрден бөлек қазіргі конструкцияларды пайдалану арқылы өнерге жаңа жол салу болып табылады. Келесі бізде постмодернизм. Бұл алғаш сәулет өнері саласында қолданылған тіке мағыналы модерннен кейінгі, яғни осы заманнан кейінгі соңғы жаңа заман дегенді білдіреді. Бұл сөздің қазақша баламасы тұрақтанбаған, кейбіреулер оны соңғы осы заманшылдық деп те атап жүр. Енді, құрметті оқушылар, бізде дұрыс жауаптар төменде берілген. Бірінші жауапта бұл бізде В, екіншісінде бұл бізде С, үшінші бізде Д, төртінші бізде Е, бесіншісі бізде А. Келесі бізде үшінші тапсырма: қоғамның моральдық құндылықтарын қайта бағалауға
септігін тигізетін 20 ғасырдың тарихи оқиғаларының ерекшеліктерін анықтаңыз деп бізге берілген екен. Ресейдегі 1917 жылғы революция буржуазиялық және социалистік революциялар қоғамның таптық құрылымын өзгертіп, жаңа идеологиялық бағыттарға жол ашты. Бірінші және екінші дүниежүзілік соғыстар миллиондаған адамның қаза табуы, экономикалық дағдарыстар және технологиялық өзгерістер жаңа моральдық және гуманистік құндылықтарды қалыптастырды. Келесі ксро-ның ыдырауы жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшу, ұлттық мемлекеттердің тәуелсіздік алуы, демократиялық құндылықтардың орнығуы. Келесі бізде төртінші тапсырма қоғамның тұрақты дамуы үшін қазіргі әлемнің жалпы адамзаттық адамгершілік құндылықтардың маңызын түсіндіріңіз. Үш дәлел келтіріңіз деп бізге берілген екен. Құрметті оқушылар, мен осы жерге жазбадым, төменге ғана жазып кеткен болатынмын. Осы жерде үш дәлелді қарап өтсеңіздер болады. Бірінші бізде тұрақтылық пен бейбітшілік. Ұлттық және халықаралық деңгейде бейбітшілікті сақтау адамдардың қауіпсіздігі мен тұрақты дамуына әсер етеді. Келесі бізде бұл екінші. Теңдік пен әділдік, әлеуметтік әділеттілік, адам құқықтары және тең мүмкіндіктер қазіргі қоғамда басты құндылықтар болып саналады. Келесі бізде үшіншісі бұл экологиялық сананың артуы, табиғатты қорғау, тұрақты даму және жасыл технологияларды қолдану адамзаттың болашағы үшін аса маңызды. Құрметті оқушылар, біз осылай барлық тапсырманың барлығын дерлік орындаған болатынбыз. Біз әрине дескриптормен бағаланамыз. Бізде толық балл осы 14 балл. Осы 14 балдық жүйемен балмен толықтай біз бағаландық. Берілген критерий бойынша біз толықтай балдардың барлығын алып шыққан болатынбыз. Енді құрметті оқушылар, осы еңбегімді бағалап, арнама тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Егер де құрметті оқушылар, сіздерде басқа нұсқа келетін болса, біздің группа чаттарымызға сіздер өздеріңіздің нұсқаларыңызды жіберсеңіздер болады. Сол жерде сіздерге барынша көмек беруге тырысамыз. Сол жерге өздеріңіздің нұсқаларыңызды Word күйінде жіберсеңіздер болады. Барынша көмектесетін боламыз осылай арнамызға шығарып. Енді құрметті оқушылар, біз толықтай барлық тапсырманы орындаған болатынбыз. Бүгінге осы, сау болыңыздар.